Сәлеметсіздер ме менің сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен соғым қуырдақ дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін болып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қазанды отқа қойып, сұйық май құйып қыздырамыз. Сұйық майымыз қызғаннан кейін етті ірілеп турап салып қуыратын боламыз. Ет міндетті түрде жұмсақ әрі тез пісетін жерлерінен алынуы қажет, сонда соғым сойылып болғанша қуырдақ пісіп дайын болады. Ал енді осы еттің үстіне тұз саламыз. Бұл бізде свежий ет болғандықтан тұзды молырақ саламыз, өйткені ет өзіне тұзды сорып алатын болады. Астындағы оты қатты болуы қажет, сонда етіміз тез қуырылады. Біз жаңа тұз салдық, енді тұз салғаннан кейін еттің өзінің сөлі бөлініп шығады, және де дәл осы суы әбден тартылғанша жақсылап қуырамыз. Дәл осылай суы шыққаннан кейін қазанның қақпағын жауып, етті өзінің сөлінде бұқтырамыз. Суы әбден тартылғаннан кейін сәл су құямыз. Еттің бетіне көкөністерді, картопты салып, картоптың бетінен тұз сеуіп, қазанның қақпағын жауып, жарты сағатқа бұқтырамыз. Мінекей қуырдағымыз дәл осындай әдемі әрі дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.